Сәлем достар, бүгін сіздерге Голливудтың ең әйгілі актерларының бірі Бред Питт туралы айтып беремін. Ол тек қана сымбатты актер емес, сонымен бірге талантты продюсер, көпбалалы әке және әлемге әйгілі тұлға. Бред Питт ол кім? Толық аты Уильям Брэдли Питт 1963 жылы 18 желтоқсанда ақш-тың Оклахома штатында дүниеге келген. Оның мамандығы журналистика бойынша оқып жүріп, актерлік өнерге бет бұрған. Кейін шығармашылығын айтатын болсам, Бред Питттің алғашқы танылған фильмі Телма Луис 1991 жылы шыққан болатын. Ал одан кейін нағыз үлкен танылмалықты оған Мистер мен Мисс Смит 2005 жылы жарық көрген. Одан кейін Бенджамин Биттен 2008 жылы одан да басқа көптеген фильмдері бар және осы фильмдердің барлығы оған үлкен атақ берілді. Ол тек актер емес, Plan B Entertainment атты продюсерлік компанияның иесі. Бұл компания 12 және Beach Suite сынды Оскар жеңіп алған фильмдерден шығарған. Марапаттары Оскар, Алтын глобус және Бафта және тағы басқалар. 2020 жылы One Up on Time in Holland фильмі үшін екінші пландағы үздік актер номинациясында Оскар жеңіп алды. Жалпы енді жеке өмірі мен отбасын айта кетсем, Бред Питт тек қана кино әлемінің жұлдызы емес, сонымен қатар үлкен отбасының әкесі. Ол 2000 жылы актриса Дженнифер Энистонға үйленген, бірақ бұл неке 2005 жылы аяқталды, яғни 5 жыл ғана бірге болған, екеуінің балалары болмаған. Кейін Бред Питт актриса Анджелина Джолимен қарым-қатынаста болады. Олар бірге 2005 жылдан бастап өмір сүріп, 2014 жылы ресми түрде некеге тұрады. Алайда бұл неке де ұзаққа созылмай 2016 жылы ажырасып кетеді. Жалпы осы Бред Питт пен Анджелина Джолидің 6 баласы болған, оның бір екеуі или үшеуі өзінің туған балалары және қалғаны асырап алған балалар. Бұл жерде ең бірінші баласы Мед Докс Камбоджадан асырап алынған, одан кейін Пакс Вьетнамнан асырап алған, Захара Эфиопиядан асырап алынған, Шайло ол алғашқы биологиялық қызы Бред Питт пен Анджелинаның, одан кейін Нокс олардың биологиялық ұлы, одан кейін 6-шы Вивен ол Нокстың егіз сыңары, яғни биологиялық қызы болып келеді. Жалпы енді жаңағы Нокс дегенмен Вивен екеуі егіз, біреуі ұл, біреуі қыз. Қазіргі уақытта балалардың барлығы көбіне Анджелина Джолиде, бірақ Бред Питт балаларымен қарым-қатынасын үзген емес.